кинолардың барысына, тілдік ерекшеліктеріне қалай баға бересіз? Енді нақтысын сұрайын, Томиристі көрдіңіз ба? Көрдім, арнайы барып көрдім. Ал көңіліңізде шықты? Жалпы бізде кино өнері дамымаған ғой. Неге? Жалпы. Түсіп жатырмыз ғой. Түсіп жатыр, серияда түсіп жатыр, бәрінде түсіп жатыр. Бірақ бізде кез келген шығарма айтары болу керек. Кез келген шығарма ұлттық болу керек. Өзінің, әркімдігін, халқының өзінің. Бізде ұлттық болмыс жоқ. Бізде Голливудқа еліктеу, басқа еліктеу, сондай бар, дүниелер бар. Мысалы, жаңа сұрақ қалдым, Томиристі айтайын. Томиристің несі? Бұл Кирді жеңген адам, тарихтан белгілі. Кирді жеңгені, оның басын кесіп, қанға толған торсыққа неғылатыны, іздеп келгенін қан ет, ал қанғаныңша іш дейтін дегені, бұл тарихтан белгілі. Бұны бәрі біледі. Ал енді біз оны түсірдік. Соны түсіргенде біз сонымен не айтқымыз келеді? Осы болу керек қой. Бұл фильмнің ең несі ұлттық болмыс жоқ. Бұл бір. Бізде европалық түсінік бар, мынау тарихта. Европалық таным түсінікке жазылғанда біздерді жабайылар тобына қосады. Ата-бабаларымызды. Сол ұғым сіңіп қалған, мында да сол жабайылық. Кир 4 құбыланы дейді. Төңірегін түгел деген сөз ғой. 4 құбыланы түгел жаулап алған 4 құбыланы әміршісі деп аталады. Бұның тұрақты әскері бар. Бұл соның бәрін жаулап алған. Ең арасы өркениеттің алғашқы ошақтарының бірі Вавилон мен Ассирияны жаулап алған адам. Бұл кәдімгі Бәленбай пайғамбар шақырған еврейлердің тасалған қылып жер аударып жібергенде соны қайттан еліне әкелуге көмектескен адам. Бұл атақты адам, ақылды десең ақыл бәрі бар. Ал сонымен біздің қарасаңыз мына фильмде бір тайпа көсемі. Томиристің деңгейі. Тайпа көсемі сияқты. Бұл бір. Екінші, анандай күшті, анандай мықты қолбасшыны. Ол жай билеуші ғана біз қолбасшы ғой. Жеңу үшін де бір негіз болу керек қой, шынайы тарихи негіз болу керек қой. Иықтыра алатындай болу деңгей. Жоқ. Бір тайпаның барып, адамы барып, оны жеңген садақпен қаруланған. Ол деген, значит, соған қалайтын далалық империяның билеушісі мынау. Біріккен үлкен бірлестіктің, тіпті империя деп атамай қой, бірлестік. Күш жетіп тұр, күшке күш жетіп тұр ғой. Білдіңіз бе? Енді осы фильмде көрсететін 2 тарихи факті бар жазылған. Жалпы мынау өзі тарихи фактіден ауып кеткен. Біреуі әлгі күбіге салатыны басын. Жоқ, кім келіп, Кир әскермен келіп. Біреулер Сардария деп айтады, біреулер Амрия деп айтады, Амудария деп айтады, содан өтейін деп көпір салуға жатады ғой. Сол кезде Томирис елші жібереді. Осы ең мықтылығы. Бұл соғысқұмар адам емес. Әй, Парсының патшасы, сен әлемді жауладың. Саған сол жетеді, қанағат деген болу керек. Жазықсыз адамды құрбандыққа шалмайық. Соғыс болса, екі жақтан да адам шығын болады. Сондықтан біреудің бақытын, біреудің қызығын нағылма, өз бақытың өзіңе жетеді. Еліңе қайт, соғыспа келгенмен. Бізде соғыспаймыз, сендерге тиіспейміз, сендер болмайды. Анау болмайды. Егер болмасаң дейді, бұл айтады. Қалағаның істе. Көтіп әуре болмай-ақ қой. Егер осы өзеннің өздерінің жақ бетінде соғысам десең, сен 3 күнге жерге шегін, біз өтіп алайық. Ал сен бірге өткізем десең, біз 3 күндікке жүріп, содан кейін соғысайық. Анау соғысам деп, сосын жаңа сөйлеседі, анерден қалай қыламыз деп. Сөйтіп әлгі кімнің Томиристің баласын неғылды, баласы тұрған кезде, есін жиған кезде, Кирдің қолын. Қолын шештеп өтініш жасайды, шешеді. Соң қолын шешіп атқанда, ананың қолын шешіп атқан адамы қанжарын суырып алып, өзінің ішіне салып, өзі өліп қалады. Осы хабар кімге жетеді ғой? Томирис. Міне екінші факты ғаламаты бар бұның, бейбітшілігі. Әй, жауыз дейді Кирге, сен жеңбей-ақ та мені өлтірдің. Менің үміт етіп отқан жалғыз баламды алдап қолға түсіп, қалай болған бәрін біліп отырмын ғой, өлтірдің. Әлде де айтам, жазықсыз адамды қырмайық, еліңе қайт. Осы жеңісің бойыңа құт. Ал егер енді қайтпай соғысам десең,
құдай атымен ант етейін, сенің қанға тойғызамын дейді. Осыған қарамай қайтадан соғысады ғой. Сөйтіп барып жеңеді. Бұл осы бар негізгі Геродотта бар осы фактілер жоқ бұнда. Сосын тағы бір не мысалы, жай қарапайымдарына едім, оны деталіне неғып атқан жоқпын. Қарапайым несі. Кез келген патша, бұл патшайым. Әлгіндей үлкен ұлы соғыстарда бірде-бір патша соғысқа өзі қатыспайды. Додаға түспейді. Додаға түспейді. Ол бір биікке барып алып, бұл ненің басшылық жасайды. Қай жер жеңіліп баратыр. Жеңіліп баратса, жанында шапқыншылары өзінің қорғаушыларымен тұрады, шапқыншыларын жібереді. Бір шапқыншыны резервіне, запастағы әскеріне жібереді, анаған барсын, пәленшеге көмектессін. Біреуге айтады, шабуылға шықсын, біреуін айтады, қашсын, дейді, солай қылып. Соғыс барысын бақылайды. Бұнда қарап отырсаңыз, басынан бастап аяғына дейін кім томарист өзі кірісіп, өзі барған бетте жайпап тастай береді. Ертегі сияқты. Көрдіңіз бе? Шындық болу. Енді қара жаңа жабайы дейтінім. Бізде бір қазір бір жаман әдет болды. Бір не дастанымызда жоқ, не бір қиссамызда, не бір ертегімізде жоқ. Қасқырдың терісін бұлай жамылып жүретін. Қазір ақында сөйтетін болды, айтыс ақындарда, палуандарда сөйтетін болды, боксерлерда сөйтетін болды. Не өнер бұл? Ал енді сол кімдің енді жеңді ғой, мәжіліс болды ғой. Сонда кімді томаристі көрсетеді, кәдімгі біздің ыстықтан табылған алтын адам бір емес пе? Сондай сары алтынға малынған. Жанындағының бәрі жабайып аяғы жамына болады. Нең болмаса сарайының адамы дұрыс киінді ғой оның. Бұл бір. Ал енді тұрған орны қарасаң, анау қазір құрап қалған сағанақтың орны сияқты. Ол соғысатын адам, ол бәрінде қамын жасады. Ол бір күннің тірлігі емес. Тарихи осындай шындықтар болған. Ал оның ішіндегі ұлттық мәселе, ұрқықты көтеру, анау фильмді көрген адам ойпырмай, мынау ел осындай болады екен ғой. Көшпелілер деген. Тіпті ой кезде қазақты демей-ақ қояйық, түрік демей-ақ, кім болғанда да дариды талқандаған, киізді талқандаған көшпелілер ғой енді. Ойбай осындай болады екен ғой деген бір ұғым болу керек қой. Біздіңкінің бар түйіні қарақшылардың тірлігі сияқты. Тарихи кино мәселесіне келген кезде тарихи тіл мәселесі де алдымыздан шығады. Жалпы енді жаңағы томаристің бір артық несі осыған талпыныс бар. Көне түрік тілінде сөйлеген әлгі мына сана дегенді қайталай беретіндер бар ғой. Енді солған талпыныс шығар. Енді ол ойын мен мысалы өзім күнә деп есептемеймін. Ал қазақи логикаға салған кездегі қазақ тілінің диалогы қалай өрбиді? Бұл енді біздің артистеріміздің де айтуында да бізде бір ерекшелік бар, мен соны айтайын. Мен Түркияның фильмдерін көремін. Қай фильмін қарасаң да олар образға кіреді. Сіздің мысалы, мен жай адам емеспін ғой. Мен сценарий жазған адаммын, мен тарихи роман жазған адаммын, қарап отырамын. Ненің қалай істелетінін білем. Сөйтіп отырып, анау киноны көрген кезде мен толқимын. Өйткені менің алдымда жанды өмір өтіп жатады. Әртіс ойнамайды. Анау адам сол өмірде бар адам солдағы қандайдағы қиын тағдырды көрсетіп жатыр ма, махаббатын көрсетіп алып, бәрі шындық. Сен соған толқисың. Ол фильм саған әсер етеді. Сені ойға қалдырады бәрін. Бізде ойнайды. Білдіңіз бе? Әсіресе осы бір дарақы күлкі адамның, мен кейде жүрегім ауырады соны алғанда. Қазақ халқы дарақы артын ашып отырма деп ұрысып тастайтын еді ғой. Қазақ айтады ғой. Бізге дарақы күлкі келсе, кешегі арақпен бірге келді. Жоқ, қазақ айтады ғой, ердің қоры, әйелдің зоры күледі деп. Иә. Ердің қоры, әйелдің зоры күледі. Бізде олай емес. Қарасаң, патшасы бірден айтса, қолдағандағы түрі бәрі сақылдап көп күледі. Халықтың өзін, болмысын көрсету керек қой. Біздің халықта мақтанатын кісіліктік, адамгершіліктік, имандылық. Сосын мені қараңызшы, мынандай бір шаруа бар. Түрік халықта, тектес халықтарда, сырттан пышақ ұру деген жоқ. Болмаған. Қазақта мынандай сөз бар. Тұрысатын жеріңді айт дейді. Кіммен болсын дұшпанмен ашық ұяласады. Кешегі мысалы Еділдің бар несін оқыңызшы.
адамын жібере дейсің, сен жеңілесің. Кісіңді шығын қылма, маған нағыл бағым осындай салығын төлеп тұрасың дейді. Болмаса бәлен уақытта, бәлен жерде, бәлен уақытта келіп қапы қалма дейді. Көрдіңіз ба? Бізге осы қайдан кірді? Бізде Европадан кірді. Ең алғаш осыны Қозы Көрпештің баяғы ескі фильмі бар ғой, Асанәлі түсірген емес, бұрынғы. Сонда кім Қодар қозының артынан пышақ салып өлді. Кешегі 1000 балада 3 адам барлығы. 3 адам. Елдің кегін көктеуші. 2 жігіт, 1 қыз. Сартай, анау Қайсар, сосын анау қыз. Жоққа өкпіліп, Қайсардың, анау Сартайдың арқасынан атады. Немесе кім қыз жібек. Жоқ қой ондай бізде. Тіл деген